14-ші сабақ. Сағат, күн, апта, айларға байланысты есептер. Бірінші есеп. Сержанға дәрігер дәріні 15 минут сайын ішіп тұруы керек деп нұсқау берді. Егер ол бірінші рет дәріні сағат 11-ден 5 минут кеткенде ішетін болса, төртінші рет дәріні қай уақытта ішеді? Демек, күніне 4 рет ішу керек еді, ол оның біреуін ішіп қойды, яғни 11-ден 5 минут кеткен кезде ол ішіп қойды. Яғни ол біріншісін. Онда оған әлі 3 рет ішу керек, Демек, 3-ті көбейтеміз әрбір 15 минут сайынға. 3 жердегі 15-іңіз болады 45. Демек, ол 4-ші дәрісін 45 минуттан кейін ішу керек. Яғни мынаған 45 минутты біз қосамыз. Сонда 11-ден 5 минутқа 45 минутты қосатын болсаңыздар 50 минут шығады. Демек, ол 4-ші дәрісін 11-ден 50 кеткенде ішеді. Жауабы 4-ші дәрісін 11-50-де ішеді. Жұмысшы өз кезегін әр 5 күн сайын ауыстырып отырады. Ол бірінші кезекшілігін жұма күні бастады. Оның 11-ші кезекшілігі аптаның қай күніне сәйкес келеді? Демек, бізде ол жұма күні бастады, яғни бізде бүйтіп тұрып, дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі және жексенбі, яғни барлығы қанша? 7 апта бар, Барлығы 7 апта бар. Ол бірінші кезекшілігін жұма күні бастап қойды, яғни жұма күні бірінші кезекшілігі болды. Ол оның 11-ші кезекшілігін дейді. Демек, ол бірінші кезекшілігі болып қоятын болса, онда оның әлі 10 кезекшілігі бар деген сөз. Әр қайсысы 5 күннен, Олай болатын болса, 10-ды көбейтеміз 5-ке, тең болады 50. Демек, ол 50 күннен кейін міндетті түрде 11-ші кезекшілігіне түседі. Олай болатын болса, 50 күнді 7 күнге бөлеміз. 7 аптаға бөлетін боламыз. 50-ді 7-ге бөлетін болсаңыздар, 49, яғни 7-тен бересіз, 1 қалдық қалады. 7-тен беретін болған кезде, яғни бүтін сан шыққан кезде, ол қайтадан жұмаға түсетін еді. Бірақ бұда қанша қалдық бар? 1 қалдық бар. 1 қалдық деген сөз, демек одан кейін 1 күннен кейін деген сөз. Жауабы жексенбі, жұма, сенбі күнге кеп түседі екен, Олай болатын болса, оның 11-ші кезекшілігі, яғни жауабы сенбі күні ол өзінің 11-ші кезекшілігін өткізетін болады. Үшінші есеп. Марат бір күнді параққа жазып цифрларын қосады. Мысалы, 11.04 болатын болса, оны бұлай қосып шыққан екен, Оның ең көп дегенде неше болуы мүмкін дейді. Яғни 1 қосылған 7 қосылған 0 қосылған 4 тең 12 деп шығарған екен олай. 17-сі деп. Бізде күннің ең үлкені, яғни ең көп күн ол 31-ге тең баратын белгілі, бірақ та 31 дегеніңіз ол 3 пен 1 болады да, қосындысы 4 болып қалады. Сол себептен бізге цифрлардың қосындысы ең үлкен болуы үшін біз оны 29 деп аламыз. Себебі ең көп қосынды осы екеуінен ақ шығады. Қосу келесі оның айы, яғни 04 деген ол ай. Айлардың да 2 цифрының қосындысы үлкен болатын сан, ол 12 ай дегеніміз бізде ол бере алмайды, себебі 1 мен 2-ның қосындысы 3 болып қалады. Сондықтан 9-ші айды аламыз, яғни 0,9 деген айды аламыз. Демек, осы сандардың қосындысы деген сөз 2 қосу 9 қосу 0 қосылған 9, яғни 18, 20 деген сөз. Демек, жауабы цифрлардың қосындысы ең үлкен болатындай күнді алатын болса, ол жауап 20-ға тең болады екен. Сағаттық тіл мен минуттық тіл 3 сағат 18 минутты көрсетіп тұрса, онда олардың арасындағы бұрышты табыңыздар дейді. Яғни бұның арасындағы бұрышты табу бізде формуласы бар еді, ол 60 көбейтілген сағат қосылған 11 көбейтілген минут. Яғни осының модульде алып бөлеміз 2-ке. Қажетті жерге өзінің уақыттарын қойық, яғни 60-ты көбейтеміз сағат 3 сағатқа, қосамыз 11-ді көбейтеміз минутқа, яғни 18-ге. Сөйтіп шығындыны 2-ке бөлеміз. 60-ты 3-ке көбейтетін болсаңыздар 180 қосылған. Азайтылған, екеуінің ортасында азайту бар. Қосу емес, азайту бар. 11-ді 18-ге көбейтетін болсаңыздар 180 және 18, 180-18, 198 болады екен. 198. Осы екеуін азайтамыз және 2-ке бөлеміз. 198-ден 180 алатын болсаңыздар 18 қалады. Ол модульдің ішінде минус 18, ол плюс болады. 18-ді 2-ке бөлетін болсаңыздар 9 шығады. Демек, біздің жауабымыз
Екеуінің арасындағы бұрыш ол 9 градусқа тең деген сөз. 5-ші есеп. Бәлішті пешке 7-тен 20 минут өткенде қойды. Егер бәліш 4-тен 3 сағатта пісетін болса, сағат нешеде дайын болады дейді. 4-тен 3 сағат дегенді минутқа айналдырып алайық. 4-тен 3 сағат. Бөлімі оның 60 минутқа келтіруіміз керек, сондықтан толықтауыш көбейткіш тигізетін боламыз. 4-ті қаншаға көбейтсек 60 болады. Яғни ол 15-ке. Толықтауыш көбейткіш 15-ке тең. Олай болатын болса 15-ті 4-ке көбейтем, ол 60 болады. 15-ті 3-ке көбейтем, ол 45 болады. Демек 45 минуттан кейін бәлішіміз піседі деген сөз. 45 минуттан кейін. Бірақ бізге сағат нешеде дайын болады деп айтты. Демек 7:20-ға 45 минутты қосамыз. 20-ға 45 минутты қосатын болсаңыздар 65 минут болып кетеді. Яғни 8-ден 0,5 кеткен кезде біздің бәлішіміз дайын болады. Яғни 8:05-те. Осы жылы Қанаттың туылған күні қандай да бір аптаның сейсенбі күніне келіп тұр. Ал Мараттың туылған күні Қанаттың туылған күннен кейін 52-ші күні болса, Мараттың туылған күні аптаның қай күніне сәйкес келеді дейді. Қанаттың туылған күні сейсенбі күнге келіп тұр дейді. Сейсенбіге келіп тұр. Осыдан кейін 52 күннен кейін деп тұр. Олай болатын болса, 52 күнді бөлеміз. 7 күнге, яғни 7 аптаға бөлетін боламыз. 52-ні 7-ге бөлетін болсаңыздар 7,3 қалдық қалады. 7,3 қалдық. Яғни 7 айналым жасайды, және соның үшіншісі. 7 айналып, 7 рет айналып, қайтадан мына күнге келеді деген сөз. Осыдан кейін 3 күн санай саламыз. Сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі и жұма. Міне, мынау қайтып айналып келгеннен кейін 1 күннен кейін мынау 2 күннен кейін, мынау 3 күннен кейін. Демек, жауабы Мараттың туылған күні жұма деген сөз. Жұма күнге келеді екен. 7-ші есеп. Астана-Павлодар жолаушылар пойызы Астанадан 30 маусым күні 22 сағат 45 минутта шығып, 30 күні 22 сағат 45-те шықты. 45 минутта шықты. Павлодарға 1 шілде 6-дан 50 минут кеткенде жетті дейді. 6:50-де. Енді бұл жерде бізге шілде айы 30 күнге тола ма, 31 күнге тола ма, сол керек міндетті түрде. Сонда бізде шілде айы 31 күнге толатын болады. Демек, 30 күннің дәл осы уақытынан 31 күннің дәл осы уақытына дейін 24 сағат өтеді. 24 сағат өтеді. Демек, біз 31-не келдік. 31-нен кейін наған барады? 31-не келдік. 31-нен түнгі сағат 12:00-ге дейін жетейік, яғни 24:00-ге дейін баратын болсақ, ол 1 сағат 15 минутта, 1 сағат 15 минутта ровно, яғни дәл 24:00-ді көрсететін болады. Осыған қосамыз, ар жағындағы 6 сағат 50 минутта. 6 сағат 50 минутта. Енді сағатқа сағатты, минутқа минутты қосайық. Екеуінің қосындысы 7 сағат, екеуінің қосындысы 65 сағат болып кетті. 65 минут болды. 65 минут дегеніміз ол 1 сағат 5 минут. Екеуінің қосындысы 7, мына жақтан біреу келсе 8 сағат 5 минут мына жақтың өзінде бар екен. Ал бастапқыда бізде 24 бір тәулік бар еді. Тағы да 24-ке мынаны әкеп қосатын боламыз. Сонда 32 сағат 5 минутта. Демек, жауабы 32 сағат 5 минутта жолда болды. Яғни осынша уақыт жолда болды деген сөз.